Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, достар, бауырлар. Барлықтарыңызға, отбасыларыңызға амандық, бақыт, береке тілеймін. Міне кешкі жайғастыру, бұқалардың кешкі жем шөбін салайын деп жатырмыз. Міне базаға келдік. Келген бойдан бірінші міне әдеттегідей су беріледі. Осындай су беріп жатырмыз. Міне таза, қайта келгенде құрғақ етіне бірінші су беріледі менде. Сосын мінекей мынандай арба, осымен шөп беріледі. Өйстіп толтырып үш арба саламын мен. Мына жаққа бір арба, ана жағына бір арба, мына жаққа толтырып шөп, мынандай міне құрғақ, сапалы, иісі шығып тұр. Шөп, жақсы шөп беріледі. Суын ішті, шөбін жейді. Шөбін жеп болғаннан кейін, шөбін жеп болғасын 15-20 минуттан кейін жемін салам. Қазір бұқаларға міне бүгін 25-ші күн бордақыда тұрғандарына. Фатима мен мыналар келген кезінде қандай еді? Қазір қандай? Мына өзімізден үйден келген бұқа майда еді, өте кіттай еді. Мыналар өзімізден келгендер. Қазір мінекей бірталай өсіп қалды, жағдайлары жақсы. Науаны қалай тазағып жеп қойған, мінекей жалап. Енді әсте жемді көбейтіп бастаймыз. Қазір 4 килоға дейін көтердік күніне. 4 килоға дейін көтердік. 4 кило жеп тұр күніне. Қазір енді әсте біртіндеп көтереміз. 4,5 кило, 5 кило қып күннен күнге біртіндеп көтереміз. Ол да өзіміздің үйден келді. Мынау сол бұрынғы сементал бұзау. Оны тұқымдыққа алып қаламыз ертең, Алла қаласа. Өзіміздің үйде қалады. Мынау сол 1,5 жасарлық. Қараңыз қазір қандай ол жағдайлар. Мына жағынан берейік, түсірейін. Асықпай мінекей суларын ішет, біртіндеп келіп суларын ішет. Мына жағында мынандай жалап тап-таза қойған. Өзі мынау семірмейтін бір адамдар да болады ғой, қанша жесе де, қанша ішсе де. Бір семірмейтін адамдар болады ғой. Дәл сол секілді бұқалардың ішінде, малдың ішінде де болады, қанша жесе де кішкентай болып тұра береді. Мінезі де дікеңдеп, асауланып. Семіретін малдар ондай қатты қорықпайды да. Олар мінездері бір қалыпты болып жүреді. Міне достар, бүгін бір айға жақындап қалды. Осы режим дұрыс деп есептейміз біз. Неге десеңіз, бір айдың ішінде бұндай нәтиже ешқашан бізде болмаған. Жыл өткен сайын, уақыт өткен сайын жинап жатырған тәжірибеміз. Мінекей жемді менің біледі ғой, барлық адамдар қандай жем беріп жатқан. Мені көріп жүрген адамдар біледі. Мынандай ұнтақтың мінекей мынандай жемнің құрамы міне. Арпа
бидай, кебек, жымық, шұрот, сосын міне тұз, бор. Достар, осы міне беріп атқан жем. Міне достар, жемін салып шықтым. Өстіп толтырып салып шықтым. Шөптің үстінен салдым. Кіттай шөбі қалып еді, үстінен салып тастадық. Ештеңе етпейді. Міне осылай болып, қырылмай, жойылмай жеп тұр. Мына жағында көбірек, олар енді кеп жеп бастап жатыр. Мінекей, осылай. Арғы шетіне де осындай салып шығамыз. Енді достар, мен және көрсетейін деп тұрғаным, біздер витамин береміз, қабынан құйып алып, мынандайға салып қойғанбыз. Міне бұл витамин премикс. Бұл енді күніне 100 грамм жеу нормасы, бірақ біздер әйтеуір 100 грамм емес, азғантай-азғантайдан береміз. Кішкентай болса да әйтеуір жесін деп. Ол 100 грамм беру, ол өте қымбат. Витамин алькараль деген Америка мен Австралия бірігіп шығаратын осындай витамин. Мінекей мынандайға салып алғанбыз не. Мына сызықпен бөліп, осы бір нормасы деп ортадан норма шығарғанбыз. Енді сол осыны былай алып, мынандай өйстіп кішкентай сеуіп шығамыз осы витаминіне. Міне достар, осымен кешкіне ол бітті. Қараңыз мен. Осы мына витаминді азғантай мөлшерде болса да қостық. Сонан кейін бұзаулардың, бұқалардың аппетиттері ашылды. Алдына қойған жемді қараңыз мен салғаным асып кетсе бір 10 минут болған шығар. Бастарын көтермейді не барлығы. Жеп жатыр. Осы жаңағы витамин қоспай тұрғанда алдын. Аппетиттер бұндай емес еді. Бүйтіп тауысып жеп қоймайтын еді. Қалып қоятын еді. Қараңыз, мынау бізде наурыздың ізінде туылған, жоқ, сәуірде туылды. Мынау ақпанда туылды. Мынау сәуірде. Ортасы 2 ай. Бірақ мынау қыста туылған бұзау, айырмашылығын көрдіңіз бе? Қыста туылған бұзау иммунитеті жақсы болады. Сосын бұлар өздерінде тез өседі. Болмаса екеуіне бірдей құрғақ сүт ішті, бірдей екеуі витамин жеді. Бірақ айырмашылығын көрдіңіз бе? Қандай? Мінекей. Өзі қыста туылған бұзау, ол осындай мықты болады. Осы 12 ай, 1 ай, 2 айда туылған бұзау, желтоқсан, қаңтар, ақпан. Осы 3 айда туылған бұзаулар бар ғой, мықты болады. Қалғаны бар ғой, наурыздан бастап уже дұрыс болмайды. Мен осыны неше жылдан бері осы нәрсені байқадым. Біздердің ең осыны біздікі міне. О да біздікі. Осы достар міне витамин жөнінде мына жақтарын уже тауысып қойды, жалап. Қазір бір жарты сағаттың ішінде дым қалмайды. Мына витаминнің иісі мүңкіп тұр. Мына тамаққа неше түрлі
иістегіш, дәмдегіш қосылады ғой, сол секілді ғой. Мінекей. Осы достар. Осымен қысқаша видеомыз осы. Каналға тіркеліңіздер, жүректеріңізді басыңыздар, тарқатыңыздар, пікірлеріңізді жазыңыздар, қандай не қылсам, не қосымша қоссақ болады. Барлықтарыңыз отбасыларыңызға амандық, бақыт, береке тілеймін. Қош сау, аман болыңыздар.